Есте жоқ ескі заманда бір елде ілім мен ғылымды тең меңгерген хан өтіпті. Күндердің бір күні оңашада кітап оқып отырып ол патша мен пақырдың теңесуі қиын емес деген сөзге кезігеді. Содан бұл өзі қалай айтылған сөз? Өзім хан болсам, есіктегі құлыммен қалай теңесем? Деп ойға кетіп отырғанда уәзір ішке кіріп, хан ием, даладан алтын тұяқты киік көрдім, дейді. Зерігіп отырған хан нөкерлерін ертіп дереу әлгі киікті қууға шығады. Сәскелік болғанда қасындағылардың аты болдырып, ханның бір өзі қуып кете барады. Содан бір шамада алдынан ну қамысты көл кезігеді. Бағанағы киік суға бауырынан батып қаша береді. Хан атынан түсіп, бар киімін шешеді де, киікті ептеп ұстамақ болып ұмтылғанда жағада бір жігіт ханның бар киімін киіп, атын мініп жөніне кетеді. Тосын іске тап болып мәңгіріп қалған хан біраздан кейін ес жиып, әбүйірін қамыстың қауылдырығымен жауып жағаға шығады. Сөйтіп су жағалап келе жатса алыстан бір түтін көрінеді. Жақындап келсе, балық аулап күнін көріп отырған кемпір шалдың жыртық лашық екен. Олар ханға ескі құсқы киім мен жүк жалғар ас береді. Аз-маз әлденіп алған хан қалаға қарай жол тартады. Бірақ сарай маңын күзеткен қарауылдар жалба-жұлба киім киіп, репеті кеткен кісіні танысын ба? Маңына да жолатпай қуып шығыпты. Аштық қысқан хан амалсыз базарға барып, қайыр садақа сұрайтын тіленшіге айналады. Бірақ жүрген тұрған жерінде патша едім, пақыр болдым, бәлеге өзім жақын қондым деп қайталай береді. Мұны естіген ханның әйелі оны жасауылдар арқылы сарайға алдырады да, «Неткен жансың? Неге олай дейсің?» деп сұрайды. Ол басынан өткен барлық оқиғаны айтып береді. Бір кезде ханның әйелі «Мынаны моншаға апарып жуындырыңдар» деп әмір етеді. Шомылып адам кейіпіне келгеннен кейін әйелі оның өз күйеуі екендігін таниды. Хан былай дейді: «Кезінде мен патша мен пақырдың теңесуі қиын емес деген сөзді оқып, бұл өзі қалай айтылған сөз? Өзім хан болсам, есіктегі құлыммен қалай теңесем деп айтып күпірлік еткен едім. Бірақ та бұл сөздің шынайылығына енді көзім жетті. Жасаған күпірлігім үшін тәубе еттім. Расында Аллах тәубе етушілерді сүйеді. Раббым шынайы тәубемді қабыл етіп, отбасыммен қайта қауышуға мүмкіндік берді. Дәулетімді қайтарды. Раббыма сансыз шүкір» деп хан сөзін аяқтайды. Сөйтіп күпірлік етіп, қайта тәубесіне келген хан өмірінің қалған бөлігін құлшылыққа арнап, отбасымен хайырлы ғұмыр кешіпті.